Ене жаңылған жоқ. Ал енді сұрақ, қазір енді сізді келіндеріңіз тексереміз. Енеңіз таңертең нешеде тұрады? Мен келін болып түскенде 6-дан тұрады. 6-да тұрады. Нешеде тұрады? 7-8. Конкретно керек. Мен четко айтып жатыр ғой. 7-де тұрады. 6-да. 6-да тұрады. 7-де. 7-де тұрады. 8-де. Сенен қорыққасын сол 8-де тұрып жүру. Анау келін оянғасын тұрайшы деп. Бір келін 6-да тұрады дейді, бір келін 7-де тұрады дейді, бір келін 8-де тұрады дейді. Нешеде тұрасыз, апа, таңертең? Мен 11-12-де тұрады. Біреу де білмейді ғой. Так, дұрыс шындықты айтыңыз, апа. Қазір кто есть, кто біліп аламыз. Енеңіздің ең сүйікті тағамы? Ең сүйікті тағамы? Манты. Манты. Борщ. Борщ. Бешбармақ. Кеспе. Мен нақты айта аламын, борщ. Сен қорқытпа олай енеңді. Бұл жақтан мен нақты айта аламын, борщ. Ең сүйікті тағамыңыз қандай, апа? Салма дешін ипотека. Қандай? Өзіміздің қазақтың бешбармақ. Ет пе? Кім айтты етті? Шапалақ ең жегені біліп отыр, қарашы. Ана 4-еу білмейді соны, мысалға. Өмір бойы борщ қайтап келетір ғой сізге. Қайта міне 7 жыл бұрын көзің ашылған екен ғой, апа. Нормально тамақтана бастапсың ғой 7 жыл бұрын. 30 жыл бойы борщ ұрып келетсің ғой, апа. Өздері не ұнататсың, еш ана келді уверен айтқан, мен нақты айта аламын, борщ дейді. Енеңіздің любимый цветі? Қызыл. Любимый цветі? Ақ. Жасыл. Бордовый. Прям енді кемпір бордовый деп айтпай шығар, мысалға. Жасыл. Апа, қандай цвет, любимый цветіңіз? Бір келдім айтып отыр ғой, бордовый деп, сол тура айтты енді. Жарайды, шапалақ ұрып қояқ, келіндер сіздерге үлкен рахмет. Жалпы әрине мен қалжыңдап ойнап жатырмын, әйтпесе бір ене мен келінді бір шағыстырайын деп тұрған жоқпын. Қолдарынан келгенше бәрі қызмет көрсетті, мен бұлардың қызметін көрдім. Міне, 5-еуі 5 саусақтай. Егер бұлар біріксе, сіздің жұдырығыңыз болады, апа. Ашылса, онда 6 ала болса, ауыздақ кетеді. Бүгінгі той ешкім ренжімесін, осы 5 келіннің бірлігінің нәтижесі деп білемін ағайын. Болды. Реклама бітті, осыған риза болыңдар. Ал, апа, осымен қорытындылайық. Елге бір ауыз рахметіңізді айтыңыз. Ендігі сөз өзіңізде. Ал енді құрметті қауым, мынау қош келіпсіздер. Бірінші рахметімді мынау Қызылордадан келген құдағиым айтам. Құдағиым Құдаша Жұмаш, Құдашам Қызылордадан келген. Көп рахмет, құдағи, сонау жерден мен үшін келіп тұрсыз. Бала шағаңыздың қызығын көріңіз, немере шүбері көріп жатсыз, шөп көріңіз, бақытты болыңыз. Екінші мынау ағайынның Қарағашыма көптен көп рахмет. Бәрі бір адамдай ат салысып келіп, туыстар, туғандар, бауырларым бәрі түгел келіп, бір адамдай ат салысып, тойға қатысып, осындай әжеміздің тойына келеміз деп бәрі келіп құттықтап жатыр. Рахмет көптен көп. Үшінші мына өз төркініме көптен көп рахмет. Төркінім Дөңгіл-Ағашқа. Бүкіл бауырларым келіп, осындай апайымыз бар еді, бәрі құттықтап, көптен көп рахмет төркініме. Аман болыңдар, дендерің сау болсын, бала шаға шүбері көріңдер, менің жолымды берсін сендерге. Бақытты ғұмырлы өмір сүріңдер. Көп рахмет. Енді мынау ағайын туыстарға айтатын өзі ұмытып та қалып жатырмын. Тек қана айтатыным дендерің сау болсын, бақытты ғұмырлы болыңдар. Осындай той көп болсын. Тек қана осы қызық қуанышта кездесе білейік. Бақытты ғұмырлы болыңдар. Көптен көп рахмет. Менің жасымды берсін.
дегендеріңе жетіп, Алла қуат беріп, осындай қызық қуанышта жүре беріңдер. Бақытты болыңдар. Рахмет бәріңе де. Мынау тамада айналайын балам, көптен көп рахмет. Саған да жұғысты болсын, осындай үлкен той болсын, 80 жасқа кел. Бала шағаң бар аман бол, бақытты ғұмырлы болар. Үлкен рахмет айналайын саған. Ризамын мен.